Құрметті ата-аналар, мен Әсет Темірғалиқызы, қасында кішкентай София есімді бүлдіршін, екеуміз үй жағдайында ойналатын сиқырлы пішіндер ойынын ойнап көрсетеміз. Ойынның мақсаты балаға геометриялық пішіндерді ажыратуға үйрету. Ойынның шарты: мен мына көбекті лақтырамын, қандай пішін түседі, сол пішіннің атауын атап, бала мына неден өтіп шығу керек. София, мен саған көрсетемін қазір. Мен лақтырамын. Мынау төрт бұрышты санап өтіп шығамыз. Міне. Қандай пішін түсті, София? Төрт бұрыш. Енді төрт бұрыштарды санап өтсе ғой. Санамасын. Тоғызыншы. 1, 2, 3, 4, 5. Бой жарайсың, София. Келің.